Ассалаумағалейкум ағайын. Тоңқаевтың иті, құлы, пұтшалағышы Геннадий Орыс депутат президенттің сөзін жеткізді. Кеше сіздер Тоқаевтың шекара жапқаны өтірік деп жазған едіңіз. Бұл дәлелденді. Олар енді шекараны ашып жіберіп, тағы 6 миллион орысты шақыртты. Қандай сұмдық. Тыңдамас бұрын видеоға лайк қойып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Қазір анау халыққа қызмет көрсету орталықтардың алдында метрлеген кезек тұр Ресейден келгендердің тарапынан. Демек оларға иін номер ғой, көпшілік біледі. Соны беруге сіз қарсысыз ғой демек. Тоқтату керек деп санайсыз ба? Мен бұл жерде жан-жақты қарау керек сияқты деп ойлаймын. Кез келген азаматта мен қарсылық білдірмеймін. Әрине біз бүгінгі таңда қашаннан бері Қазақстан халқы жалпы бұл бүгінгі таңда соны тарихтан кезеңнен қарайтын болсақ, құшағын жаятын мемлекет болып табыламыз. Қонақжайлық біз Құдайға шүкір қиын қыстау кезеңде қаншама түрлі этнос өкілдеріне көмектестік. Алайда бүгінгі таңда менің ойымша мынау ұлттық қауіпсіздік комитеті, одан бөлек бүгінгі таңда нақты құзыретті органдар бүгінгі таңда өзіңіз айтқандай жасаян енді иін дейміз, мысалға басқа да бір кейбір дүниелерге рұқсат беріп жатқан кезде жан-жақты тексеріп қарау керек. Өткенше бүгінгі таңда бұл алдағы уақытта кімді Құдай сақтасын ауыр жағдайға алып келмеуі қажет біріншіден. Енді түсініспеншілік жағдайға өзіңіз айтқандай мысалға ертеңгі таңда бұл жердегі саясатты көріп отырсаңыз, қазір көршісіз біздің мемлекетке айтпақ қояйық нақты қандай мемлекет екенін оның бәрі де біліп отыр. Жалпы әлемдік санкцияға енгізіліп отыр. Соның салдарынан ертең біз де санкцияға ұрынбауымыз қажетпіз. Түсініп мәселе сода. Мен айтып жатқан жоқпын. Мысалға әрине қазір қаншама азаматшылар келіп жатыр. Көріп те жатырмыз бойынша. Деген мен айттым ғой, мен қазақ халқы, жалпы қазақтың өзі, титулды ұлт қазақтың халықтың өзі қашаннан бері қонақжайлықта болған. Қазірде оны меніңше қаншама ресейлік азаматтар соған куәгерлер болып жатыр бүгінгі таңда. Бірақ алайда біз жаңағыдай қонақжайлығымызды көрсетіп, ары қарай Құдай сақтасын өзімізге анау әлемдік жұдырықты кигізіп алмауымыз керек болып өткенше бұл ертеңгі таңда біздің енді бүгінгі таңда әлемдік экономиканың қатарына кіріп жатқан біздің үлкен экономикалық машинамызды нокаутқа түсірмеуге жеткізген мәселе сода. Сондықтан да бұл жердегі енді саясат үлкен саясат болғаннан кейін жан-жақты тетіктердің бәрін қарау керек. Шынымен де өткен қазір былай қарап отырсақ, геосаяси шиеленіс шынымен де қатты кетті. Біз нақты бүгінгі таңда позицияны білдірдік. Күллі әлем біздің позициямызды көріп жатыр. Айналамыздың бәрінде соғыс. Иә, айналамыздың бәрінде соғыс. Дұрыс айтасыз өте. Сондықтан да біз бүгінгі таңда осы бейбітшілікті, тәуелсіздікті бүгінгі таңда енді самұрық құстай болып ұстап қалуымызға жетпіз. Бүгінгі таңда бұл бізге үлкен бақыт шын мәнінде. Ал енді осы дүниенің барлығы аман-есен болу үшін біз шын мәнінде жаңағыдай өзіңіз айтқан артық барлық фактыларды жігі-жігімен өңекшілікке қарауымыз керекпіз. Ол өйткені ойыншық нәрсе емес. Сондықтан да меніңше қазір енді біздің мынау өзіңіз айтқандай құзыретті органдар бар, ұлттық қауіпсіздік комитеті бар. Қазір кез келген азамат пен азаматшаны дұрыстап қарап тексеру керек. Өйткені біздің еліміз үшін, біздің еліміздің дамуы үшін өте маңызды. Бүгін өзіңіз де байқағанша президент мырза да айтқан болатын, біз шын мәнінде көмектесуге дайынбыз, бірақ келіп жатқан азаматтарға артық преференция болмайды бүгінгі таңда. Біз осындай қиын қыстау кезеңді бірге еңсереміз, бірақ президент нақты позициясын белгілеп өтті. Қысқаң соғыс. Халық неге қарсы болып жатыр ресейліктердің кіруіне? Желіде, интернет сегментінде неге қарсы болып жатыр? Қалай түсіндіресіз? Мен сіздерге оны былай айтайын. Қараңыз, бүгінгі таңда жалпы пропаганда, содан бөлек провокация, әлемдік провокация деген өте қатты. Сөздің шынайылық біздің мемлекетте көптеген басқа да мемлекеттер өзінің қызығушылығын тудырып жатыр, қарап тұрсыз ба? Өйткені бейбітшілігіне еліміздің бүгінгі таңдағы қой үстінде бос тұрмай жұмыс қылған заманына бүгінгі таңда. Сіз қараңызшы, мысалы, сіз маған қандай бірде-бір елді айтып беріңізші. Сол елдің ішінде қазірдің өзінде мысалы қақтығыс болса Ресей мен Украина бір жерде отырып шахмат ойнап отыратындай мемлекет бар ма? Дәл сол жерде Азербайжан мен Арменияның екеуінің бірге әңгімесіп келе жатқан, бір әңгіме дүкен құрып жатқан бір мемлекет бар ма екен? Кешіріңіз, меніңше бұндай мемлекеттерді мен көрген жоқпын, естіген жоқпын. Ол мен артық емес деп мен ойлаймын. Бүгінгі таңда ол біздің еліміздің үлкен бір саясаты, яғни бірліктің саясаты. Ал шын мәнінде осы дүниені көре алмай жатқан басқа да сыртқы тылсым біздің көзімізге көрінбейтін күштер бар.
және бүгінгі таңда кешенде өзі прокурор мырзаның да өзі айтты, байқағанша шығарсыз өзіңізде. Жалпы бұл жерде басты біз арандатуға жол бермеуіміз қажетпіз. Қарапайым адамдар неге қарсы? Олардың бәрі енді сырттағы бір мемлекеттерге оларға пост жазылсын деп ойламаймын мен. Жоқ, пост жазылған да емес. Қазір мен айтып қараңыз. Қазір бүгінгі таңда өте қатты фейктік дүние өте көп жолы бар. Оны біз мойындауымыз Яғни тарихи жады оянып жатыр ма біздің азаматтарда? Бағында бізді тарихта мемлекет болып деп. қараңыз, тарихта әрине біз ешкім жоққа шығармайды. Тарихта болған нәрсе ол шын мәнінде тарихта болған нәрсе. Оны тарихтағы нәрсені ешкім жоққа шығармайды. Біз оны барлығымыз білеміз, көргенбіз. Неге тарихтың көздерінен көптеген мемлекеттер, басқа да ұлттар қазақ халқының қонақжайлығында сондай қиын қыстау кезеңде көмектескенді біледі. Бірақ алайда бүгінгі таңда қатқан жараны қайтадан жібіту бүгінгі таңда менің ойымша бас провокаторлардың бұл жердегі бір мақсаты болып тұрған сияқты. Бұл жердегі мақсат. Адамдар неге қарсы шығып жатқанына түсінігіңіз бар. Бұл провокаторлардың әрекеті. Провокаторлардың әрекеті. Бүгінгі таңда мен сізге айтып тұрмын ғой, провокаторлардың әрекеті өте қатты ушықты. Өткен себебі, сіз қараңыз, элементарно бүгінгі таңда қазір өте қолайлы жағдай бүгінгі күні. Яғни осындай дүниелерді пайдалана отырып, түрлі ақпараттық сброс істеуге. Әлеуметтік желіге, Facebook, Telegram. Бәрі провокатор айта алмайсыз ғой, бірақ енді ашып жазып жатыр. Жоқ, енді мен барлығын деп айтпаймын, бірақ дегенмен шын мәнінде иә, кездеседі. Сондықтан да мен сізге былай айтайын бұл жерде. Біздің бүгінгі таңдағы енді осы жерде тек қана қазақтардың емес, басқа да түрлі этнос өкілдерінің басты бүгінгі таңда мақсаты. Мысалы мен сізге былай айтайын. Қазақстан Халқы Ассамблеясының бүгінгі таңда бір топ белсенділер, оның ішінде мен де бармын. Біз кішігірім осындай өзіміздің пікірлерімізді білдірдік. Бүгінгі таңда осы әлеуметтік желіде қазір жүр, бұл адам көре алады. Бұл жердегі месседж неде? Шын мәнінде қаншама азаматшылар кіріп жатыр. Келіп қонақтарыңдар шетелде. Әңгімесі кіргізіп жатыр, көмектесіп жатыр. Біздің қазағымыз бар, басқа ұлтымыз бар, қолдан келгенше. Сол ең басты, сол көмекті орыстардың бір жақсы сөз бар, қалай не принимайте мои за слабость дейді ғой, кешіріңіз. Жаңағы бір не, бір жаңағы беретін көмекті бір менің әлсіздігім деп қабылдамаңыздар демекші, жаңағыдай біз нақты Қазақстан Халқы Ассамблеясы біз айтып отырмыз. Сіздер қараңыздар, бүгінгі таңда қазақ халқының басты құндылығы ол тәуелсіздігі, егіншілігі, бейбітшілігі, салт дәстүрі, мәдениеті және де ең бастысы үлкен қазынасы қазақ тілі. Осыны сыйлай біліңіздер. Осыны сыйлай біліңіздер. Шаңыраққа қараңыздар деген бейне жазбаңыз ба? Иә. Енді қараңыз, Қазақстанға ресейліктердің жаппай жаңа келуі 21 қыркүйекте басталды. Мобилизация туралы жарлыққа Путин қол қойғаннан кейін. Арада 6 күннен кейін сіздер әлеуметтік желіде жаңа бейнеролик жасап жатсыздар. 6 күн не күтті Қазақстан Халқы Ассамблеясы? Билікке жалтақтап отырды, неге керек екен? Жоқ, ол жерде ондай болды деп айта алмаймын. Өйткені себебі біз бүгінгі таңда көптеген ресми мәліметтерді түсінбедік сөз ішіне келіп. Ресми мәліметтер біз мысалға кез келген ақпарат шыққан кезде мысалға біз ол бастан бір естисің ғой бір мәліметті. Ой, осы шекарадан кіріп жатыр екен, бүйтіп жатыр екен деп. Бірақ бүгінгі таңда қаншама азамат пен азаматшаларды мысалға біз өзіміз көріп жатқаннан кейін ол кісілер қаяқтан келіп жатыр, қалай болып жатыр өзі деген сияқты біз өзіміз шын мәнінде болған көзім жеткізгеннен кейін әдетте біз енді мысалға өзі бір қанша өзі шамалы күн бұрын ғой естігенбіз мобилизация жаңағыдай 21 6 минут 27 жазып отырмыз енді. Енді мен сізге айтайын, бұл жердегі бүгінгі таңда шын мәнінде біз байқағанымыз жалпы қаншама адам кірді бүгінгі таңда. Біз енді деп көзде ойладық қой, бұл жерде қараңыз, Ресей Федерациясында мысалға частичная мобилизация деп айтты. Ол жерде шамалы адамдар жалпы өзі енді барлығын әскерге күтпейді деген сияқты мысалы ол жерде частичная мобилизация деген не бүгінгі таңда 300 мың адам шақырамыз деді. Иә, ал бұл жерде қазір бүгінгі таңда қаншама халық өзі айтқандай шекара арқылы кірді. Және де біз ол сөздің шыны керек, ол тек қана Қазақстан Халқы Ассамблеясы емес, сонымен қоса үкімет мүшелері, үкімет басшылығы да ондайды сезген жоқ шығар деп мен ойлаймын бүгінгі таңда. Бірақ бүгінгі таңда біз өзіміз енді Қазақстан Халқы Ассамблеясы бола отырып, соның мүшелері бола отырып, біздің басты мақсатымыз бүгінгі күні осы еліміздегі тұрақтылықты, бейбітшілікті, тәуелсіздікті, қазақ халқының салт дәстүр, мәдениет және тілін аман-есен сақтап қалып, басқа келіп жатқан шетелдік қонақтарға соны түсіндіріп жеткізу. Жақсы. Ресей жаңа президенті не үшін мобилизация жариялады деп ойлайсыз? Бізден қараған шығарсыз. Не себеп? Сарапшылар айтқанда Украина жерінде Ресей әскері тасталқан болып жеңіп жатқасын ба деп басқа себептер.
дәл ол жерде енді мен білмеймін, өз басым мобилизация дүниесі енді бұл әскери дүниеге байланысты келетін болсақ, бұл жердегі енді түрлі теория бар. Депутат ретінде сұрайтын мүмкіндік болды қорғаныс министрлігіне басқаларда. Жоқ, біз мысалы бұл жерде мен сізге былай айтайын, мынау жалпы неге келетін болсақ, бұл мобилизацияға байланысты. Бұл жердегі түрлі жағдайлар келіп жатыр ақпараттар. Бүгінгі таңда бұл жерде Украина шын мәнінде бас кетіп жатыр деп жатыр. Одан бөлек жаңағыдай қалай айтсам екен сізге, өз жаңағыдай Луганск пен ДНРді қорғау үшін деп жатыр. Бұл жердегі нақты бір ақпарат жоқ. Бірақ менің ойымша, әрине бір сөз айтқанда, көмек қажет болғаннан кейін меніңше соған бір дайындалуға жіберген сияқты. Жақсы.